Hi kids, today we're gonna learn more about nouns. Nouns дегеніміз ол не еді? Exactly, зат есімдер. So plural nouns, көпше түрдегі зат есімдер. Plural means more than one. Көпше дегеніміз екі және одан да көп заттар, жануарлар немесе адамдар. So for example, there are two apples. Apple, apples. Pears, tomatoes. Ағылшын тілінде көпше түрдегі зат есімдердің жасалу жолы зат есімге s жалғауын жалғаймыз. For example, flower, 1, 2, 3. Flowers, 3 flowers. Parrot, parrots. Көріп отырғанымыздай, сөзге, зат есімге s жалғауын жалғау арқылы біз көпше түрдегі зат есім жасадық. Кейбір жағдайларда, егер зат есім s, double s, sh, ch, x дыбыстарына аяқталса, онда зат есімге es жалғауы жалғанады. For example, box, boxes. Неге es жалғадық? Себебі ереже бойынша зат есімнің соңғы дыбысы x. Сол себепті біз es жалғадық. Box, boxes, brush, brushes. Не себепті es жалғадық? Себебі зат есімнің соңғы екі дыбысы sh. sh, es, brush, brushes. Bus, buses. Келесі мысалдарды өзіміз оқимыз. Okay, so when the noun ends in y, егер зат есім y дыбысына аяқталса, онда біз y дыбысын I дыбысына алмастырып es жалғаймыз. For example, a puppy, 2 puppies. Көріп отырғанымыздай, зат есімнің соңындағы y дыбысы I дыбысына алмастырылып es жалғанды. Cherry, a cherry, 2 cherries. Y дыбысын қандай дыбысқа алмастырдық? si, and we add es. The next, келесі үшінші ереже, егер зат есім f дыбысына немесе fi дыбыстарына аяқталса, f дыбысын v дыбысына өзгертіп es жалғаймыз. For example, a knife, бір пышақ, 1, 2, 2 knives. Зат есім fi дыбыстарына аяқталып тұр, fi дыбысын v дыбысына ауыстырып es жалғадық. Knife, knives, wolf, a wolf, wolves. Okay, so төртінші ереже бойынша зат есімнің көпше түрінде ешқандай ережеге бағынбайтын сөз түбірімен өзгеріп кететін көпше түрдегі зат есімдер бар. Оларды бұрыс зат есімдер немесе irregular plurals деп атаймыз. Мысалы, a man, man, woman, woman, person, people, tooth, teeth, child, children, a mouse, mice, 1, 2, 2 mice, an ox, oxen, 2 oxen, oxes емес, oxen, foot, табан, feet, 1, 2, 2, feet, a goose, geese, a sheep, sheep. Бұл сөзде ешқандай өзгеріс жоқ, сол күйінде қалады. A sheep ол қой, ал sheep ол қойлар. Thank you for your attention.